Сәлеметсіздер ме, менің тұрақты көрермендерім, және менің каналыма енді ғана қосылған көрермендерім. Бағана өздеріңіз білесіздер, мен таңертең ертерек пеш жанған кезде құйқа салып қойдым. Енді сол құйқаны ары қарай холодец жасайын деп жатырмын. Ал ендеше менімен бірге болыңыздар. Ол үшін мен міне 4 кесешка дайындадым. Одан кейін мынандай горох. Кеше өздеріңіз білесіздер, салат жасағам. Содан қалған горохты пайдаланайын деп жүгерісін балалар жейіп қойыпты. Енді мына жерде чеснок аршыдым. Міне бүгін мен сіздерге бір ерекше тамақ дайындайын деп осыны мен міне суық суға тұзын салып пешке қойып қойдым. Менің арнамнан алыстамай, менімен бірге болыңыздар. Құрметті көрермендер, мен міне құйқаны балбыратып пысырдым. Бірақ ол сорпаға, қазір ол сорпада дәм болады. Мынаны қайтадан мен таза су құйып, тағы бір жарты сағатқа қоямын. Дайындап қойдым. Одан кейін міне енді өздерің байқап отырсаңыздар, мен бірінші мынаны салып алайын деп жатырмын. Мынаны осы 4 кесеге бөліп салып алайын. Енді сорпаны мен 2 рет ауыстырдым. Бірінші сорпаны алып, екінші қайтадан таза сорпа құйдым. Оны видеоның барысында өздеріңіз байқайсыздар. Міне горохын салдым, көк бұршағын. Енді мына жерге дайындап қойайын. Көк бұршағын. Атын ұмытып тұрғанымда петрушка екен. Осыны айтайын десем, ұмытып тұрмын ғой. Петрушканы да былай саламыз. Енді холодецті дірілдек дейма, менің бір ағам бар, Сейілбек деген. Сол айтады, холодецтің рецебін жібер. Ардақ қашан дірілдек. Мен мынаның бәрін 4 бөлікке бөліп, мыналарды жасап қойдым. Не чесногымды турадым. Енді оларды да чесноктың осындай көп болғанын қалаймыз біз. Осы құйқам қандай жүп. Қараңыздар, қандай жұмсақ болған. Мінекелеріңіз. Енді осы даже турайға келмейді міне. Осыдан бүгін міне мен бұрышымды сорпаға қосып алайын деп тұрмын. Ол тұрсын, мен даже турауға келмейтіне езіліп пісті. Пісті деп үйреніп жүрмін мен. Мен негізі холодецтің басқа да түрін білем деп та. Осы жолы осы желіде хит болып жатқан түрін жасайын деп жатырмын. Негізі мен бұны мясорубкадан өткізіп солай жасайтынмын. Бірақ мен осы жолы осылай жасап жатырмын. Бір қабат ет қосып алайық.
Қазір сорпаны құйып, салқын жерге қоямыз. Сорпасын берейін. Тұзын көргіш тұқыбай. Тұз бұрышын араластырдым. Бисмиллахиррахманиррахим деп кесемізге құямыз. Чесноктың иісі тура мұрынды жарып жатыр. Енді қазір суық жерге орналастырамыз. Құрметті менің көрермендерім, мен таңертең осы холодесті бастағам жасауды. Оның арасында 2 рет мектепке барып, 2 рет дүкенге барып, қанша уақытымыз кетті. Енді міне менің холодесім дайын болды. Міне өздеріңіз бағана көргендей, енді осыны мен түсірейін қазір. Балама аяқ астынан идея келді осындай. Маклубе жаса деп, міне 1, 2, 3, хоп дегенде түспей қалған деймін холодес. Так, енді көрейік. Сол точно маклубе болады енді. Бисмиллахиррахманиррахим. Хоп деп аударамыз. Сонымен бұны дірілдек дедік пе біз? Маклубе болды. Мінекейлеріңіз, менің холодесім тура өзім ойлағандай шықты. Енді кесейік. Бұл оңайшылықпен жасалған жоқ. Өздеріңіз білесіздер. Таңертең сәресіне жейміз. Міне чесногы бар. Майонезбен жесеңіздер де болады. Былайынан жесеңіздер де болады. Қолым жеймін. Мінекейлеріңіз, міне мөп-мөлдір. Мен бағана екінші, әсіресе чесногы бар жерлер. Мен енді дәмін Тоғжан өзі айтсын. Мен енді Тоғжан атайды түсірейін. Ал енді құрметті менің көрермендерім, мен сіздерге айтайын дегенім, менің каналыма қосылыңыздар, қазақ каналын қолдаңыздар, қазақ әйел азаматшаларын қолдаңыздар. Бір ғана қоңыраушаны басу арқылы сіздер маған қандай көңіл күй сыйлайтындарыңызды білсеңіздер ғой. Сау, саламатта болыңыздар. Құрметті менің көрермендерім, бұл кісі гүлін қалдырмайды деп ойламаңыздар. Мен гүлді өте жақсы көрем. Мынандай гүлді қалай жақсы көрмеуге болады деп па. Ал енді менің холодесім дегустаторы Тоғжан өзімсін. Ал бісміллә деп дәмін көре ғой. Өте дәм шыққан. Менің алғашым айтамын, қолдаңыздар, лайк басыңыздар, комментарий жазыңыздар. Bir ғана қоңыраушаны басып, анашымды қойып кетіңіздер.